Біздің бауырымыз денеміздегі ең төзімді және үнсіз жұмысшы. Ол біз тұтынатын барлық нәрсені тынымсыз сүзіп, бізді зиянды заттардан күндіз-түні қорғайды. Оны ешқашан шағымданбай, біздің әл-ауқатымызды бақылайтын адал қорғаушы деп ойлаңыз. Қазіргі заманда бұл қорғаушы бұрын-соңды болмаған ауыртпалыққа тап болды. Дұрыс емес тамақтану, қоршаған ортаның ластануы және тұрақты стресс оның қызметіне үлкен жүктеме түсіреді. Күн сайын ол майларды, қанттарды және химиялық заттарды өңдеп, ішкі жүйемізді таза және теңдестірілген күйде ұстау үшін көп жұмыс істейді. Ол сахна артында тыныш жұмыс істейтін нағыз батыр. Бауыр өте күшті болғанымен және өзін-өзі қалпына келтіре алғанымен, ол жеңілмейтін емес. Оған да біздің қамқорлығымыз бен назарымыз қажет. Біз бұл маңызды органды проблемалар туындағанға дейін қолдауды жиі ұмытамыз. Бірақ неге қиындық сигналын күту керек? Жұмсақ, табиғи қолдау көрсету бауырымызға тұрақты еңбегі үшін алғыс айтудың бір жолы. Оны машинаны күту сияқты ойлаңыз. Қозғалтқыш істен шыққанша майды ауыстыруды күтпейсіз. Тұрақты, белсенді күтім ұзақ өмір сүруді және тегіс жұмысты қамтамасыз етеді. Бұл әсіресе біз үшін көп нәрсені үнсіз көтеретін бауырымызға қатысты. Бауырды қолдау тек зиянды әдеттері бар адамдарға ғана қажет емес. Егер сіз салыстырмалы түрде салауатты өмір салтын ұстансаңыз да, қазіргі заманғы орта қиындықтар туғызады. Біз тыныс алатын ауадағы және ішетін суымыздағы жасырын токсиндер уақыт өте келе жиналуы мүмкін. Өмірдің тұрақты қарқыны стрестің өзіндік түрін әкеледі. Бұл біздің органдарымыздың денсаулығына да әсер етеді. Сондықтан, бауырымызға демалуға және қалпына келуге мүмкіндік беру барлығы үшін даналық тәжірибе. Бұл біз өзімізге беретін денсаулық сыйы, денеміздің негізгі сүзгісінің алдағы жылдар бойы тиімді және күшті болып қалуын қамтамасыз етеді. Бұл ауруды емдеу емес, алдын алудың қуатты әрекеті. Қолдау қажеттілігін түсіну, жақсы денсаулыққа жетудің алғашқы қадамы. Біз әл-ауқаттың сыртқы белгілеріне, мысалы терімізге немесе шашымызға жиі назар аударамыз, бірақ шынайы денсаулық іштен басталады. Бақытты бауыр жақсы ас қорытуды, көп энергияны, таза теріні және күшті иммундық жүйені білдіреді. Оған күтім жасау үшін қарапайым, табиғи қадамдар жасау арқылы біз жалпы өміршеңдігімізге инвестиция саламыз. Біз үнсіз қорғаушымызға шамадан тыс жүктелмей, маңызды жұмысын жалғастыруға көмектесеміз. Бұл денемізді құрметтеудің және жүйеміздің өзегінен бастап, кешенді сауықтыру жолын қабылдаудың қарапайым, бірақ терең жолы. Табиғи емдеудің көптеген қазыналарының ішінде бір емдеу әдісі ерекше орын алады. Бүтін сылыдан жасалған алтын тұнба. Бұл әдіс бір кездері денсаулық сауықтыру орындарында жұмсақ детоксикацияның қуатты құралы ретінде қолданылған құпия болды. Бұл кез келген сұлы негізіндегі рецепт емес. Сикір бүтін, өңделмеген сұлы дәндерін қолдануда жатыр. Бұл дәндер бауырдың табиғи тазарту процестерін қолдау үшін маңызды арнайы амин қышқылдары мен ферменттердің қуатты көзі болып табылады. Олар біздің денемізбен үйлесімді жұмыс істеп, жинақталған токсиндер мен өтті жұмсақ түрде шығаруға көмектеседі. Сіз неге жай ғана кәдімгі сұлы жармасын немесе сұлы үлпектерін қолданбасқа деп ойлауыңыз мүмкін. Айырмашылық айтарлықтай. Сұлы үлпектерге өңделген кезде, олар сыртқы қабығы мен ұрығының үлкен бөлігін жоғалтады. Жылдам пісіруге арналған бұл процесс бүтін дәннің соншалықты қуатты ететін көптеген маңызды қоректік заттар мен белсенді ферменттерді жояды. Емдік қасиеттері өңделмеген түрінде шоғырланған. Бүтін дәндер біздің ішкі жүйеміз үшін жұмсақ щетка сияқты әрекет ететін пайдалы қосылыстардың толық профилін қамтиды. Ал өңделген үлпектер терең тазарту қасиеттерінсіз жай ғана талшықтар мен көмірсулар береді. Бүтін сұлының бірегей құрамы оларды соншалықты тиімді етеді. Олар бауырға детоксикация үшін қажетті маңызды ақуыздар мен ферменттерді өндіруге көмектесетін арнайы амин қышқылдарына бай. Бұл қосылыстар токсиндермен байланысып, дененің оларды қауіпсіз түрде шығаруын жеңілдетеді. Сонымен қатар, шикі дәндердегі ферменттер майларды ыдыратуға және бауырға метаболикалық жүктемені азайтуға көмектеседі. Бұл органның тиімдірек демалуына және қалпына келуіне мүмкіндік береді. Бұл тамақтағы қоректік заттар дененің өзіндік емдеу механизмдерін тікелей қолдайтын әдемі жасалған табиғи жүйе.
Бұл қуатты дән дененің ішіндегі тепе-теңдікті қалпына келтіруге жұмыс істейді. Өт өндірісі мен ағынын қолдау арқылы сұлы тұнбасы ас қорытуды жақсартуға және денсаулық проблемаларына әкелуі мүмкін тоқырауды болдырмауға көмектеседі. Бұл қатал немесе агрессивті тазарту емес, керісінше қоректендіретін және қолдаушы процесс. Алтын тұнба табиғаттың ежелгі даналығын пайдалануға мүмкіндік береді. Қарапайым, қолжетімді ингредиентті қолданып, терең әл-ауқатты насихаттайды. Бұл кейде ең қуатты шешімдер бізбен бірге болған, қайта ашылуды күтіп тұрған шешімдер екендігінің дәлелі. Алтын тұнбаны дайындау, аздап шыдамдылық пен егжей-тегжейге назар аударуды қажет ететін қарапайым рәсім. Бастысы сұлы дәндерінің толық әлеуетін ашу. Бастау үшін сізге бір стакан жоғары сапалы, қабығы алынбаған сұлы қажет болады. Органикалық немесе сенімді көзден алынған сұлыны табу жақсы, оның пестицидтерден таза екеніне көз жеткізу үшін. Дәндерді суық ағын сумен мұқият шайыңыз. Содан кейін, таза сұлыны термосқа немесе ыстыққа төзімді шыны ыдысқа салыңыз. Бұл бастапқы қадам дәндерді суға күндік қоректік заттарын шығаруға дайындау үшін өте маңызды. Бұл шынымен емдік тұнба үшін негіз жасайды. Келесі қадам сұйықтықты қосу. 1 литр таза, сүзілген суды қайнатыңыз. Қайнаған суды сұлыға құймас бұрын бірнеше минутқа аздап суыту маңызды. Егер су тым ыстық болса, ол нәзік ферменттер мен дәрумендердің кейбірін жою мүмкін. Суды сұлы бар термосқа құйғаннан кейін, оны тығыз жабыңыз. Енді уақыттың сиқыры басталады. Тұнба кем дегенде 10-12 сағат тұруы керек. Мұны істеудің ең жақсы жолы, оны кешке дайындау. Демалып жатқанда түнде баяу тұндыруға мүмкіндік беру. Тұнбаны ішу уақыты, оны қалай дайындағаныңыз сияқты маңызды. Алтын тұнбаны тұтынудың ең тиімді уақыты таңертең, аш қарынға. Күнделікті алғашқы тамағыңызды ішпес бұрын, сұлыдан сұйықтықты сүзіп алыңыз. Сізде бұлыңғыр алтын түсті сұйықтық қалады. Бұл тұнбадан 1-2 стакан ішіңіз, қаласаңыз аздап жылытыңыз. Бұл таңертеңгі рәсім ас қорыту жүйеңізді іске қосуға көмектеседі және бауырыңызға күнделікті жұмысын бастау үшін қажетті қолдауды қамтамасыз етеді. Бұл бүкіл денеңіз үшін жұмсақ ояту. Терең және тиімді тазарту үшін бұл тәжірибені 2-3 апта бойы жалғастыру керек. Таңертең тұнбаны ішкеннен кейін, таңғы ас ішпес, бұрын кем дегенде 30-40 минут күту жақсы. Бұл денеңізге қоректік заттарды ешқандай кедергісіз толық сіңіруге мүмкіндік береді. Процесс шектеу туралы емес, бұл сіздің күнделікті өміріңізге қоректендіретін әдетті қосу туралы. Осы қарапайым қадамдарды орындау арқылы сіз бауырыңызды қолдайтын және іштен жеңілдік пен өміршеңдік сезімін тудыратын қуатты, табиғи эликсир жасай аласыз. Алтын тұнба қуатты құрал болғанымен, оның пайдасы қолдаушы және салауатты өмір салтымен бірге қолданылғанда артады. Оны әл-ауқатыңызға деген үлкен міндеттеменің бір бөлігі ретінде қарастырыңыз. Тазарту процесін жұмсақ және тиімді ету үшін диетаңызға назар аудару маңызды. Тұнбаны қабылдайтын апталарда ауыр, майлы және қуырылған тағамдарды тұтынуды азайтуға тырысыңыз. Оның орнына жаңа көкөністерге, жемістерге және жеңіл ақуыздарға назар аударыңыз. Бұл бауырыңызға түсетін жүктемені жеңілдетеді. Оған кейін қорытылатын тағамдарды өңдеудің орнына емдеуге және детоксикацияға назар аударуға мүмкіндік береді. Су ішу де маңызды элемент. Күн бойы көп мөлшерде таза су ішу, сұлы тұнбасы шығаруға көмектесетін токсиндерді шығару үшін өте маңызды. Су денеңіздің тазарту процестері үшін тасымалдау жүйесі ретінде әрекет етеді. Күніне кем дегенде 1,5-2 литр су ішуді мақсат етіңіз. Ас қорыту жүйеңізді одан әрі тыныштандыру үшін түймедақ немесе жалбыз сияқты шөп шайларын да қосуға болады. Суды жеткілікті мөлшерде ішудің бұл қарапайым әдеті тұнбаның жұмысын толықтырады. Қалдық өнімдердің денеңізден тиімді шығарылуын қамтамасыз етеді. Сізді сергеген және жандандырылған сезімде қалдырады. Жұмсақ физикалық белсенділік тек қолдаушы рөл атқарады. Қарқынды жаттығулармен айналысудың қажеті жоқ. Жаяу жүру, созылу немесе йога сияқты қарапайым әрекеттер өте пайдалы болуы мүмкін. Қозғалыс қан айналымын және лимфа ағынын ынталандыруға көмектеседі. Олар екеуі де детоксикация үшін өте маңызды. Таза ауада, күнделікті серуендеу денеңізге ғана емес, сонымен қатар ақыл ойыңызды тыныштандырады.
бауыр денсаулығыңызға теріс әсер етуі мүмкін, стрессті азайтады. Бұл ақыл ойыңыз бен денеңіздің жақсы денсаулық мақсатына қарай үйлесімді жұмыс істейтін тұтас тәртіпті құру туралы. Соңында, бауырыңызға қамқорлық жасау бір реттік шешім емес, ұзақ мерзімді саяхат екенін есте сақтаңыз. Алтын тұнба тамаша маусымдық рәсім болуы мүмкін. Мүмкін жүйеңізді қалпына келтіру үшін жылына бір немесе 2 рет орындалады. Шынайы құндылық осы жұмсақ, табиғи тәжірибелерді күнделікті өміріңізге енгізуде жатыр. Денеңізді тыңдау, оны пайдалы тағамдармен қоректендіру және оған лайықты демалыс беру ұзақ мерзімді денсаулықтың негізгі тіректері. Бұл табиғи жолды қабылдау арқылы сіз тек бауырыңызды тазартып қана қоймайсыз. Сіз өзіңіздің әл-ауқатыңызбен терең және тұрақты байланысты дамытасыз.